Сәлем достар, қазір мен сіздерге ашытқысыз 5 минутта дайын болатын пиццаны көрсететін боламын. Менің парақшама тіркеле кетіңіздер, алдағы уақытта пайдалы видеолар жүктейтін боламын. Ол үшін біздің қамырымызға 4 ас қасық қаймақ, 4 ас қасық сүт, 4 ас қасық майонез керек болады. Кішкене тұзымызды, бір жұмыртқамызды араластырып, қамырымызды жасаймыз. Ұнымызды керегімізше пайдаланамыз. Қамырымыз қатты сұйық болып кетпеу керек, қатты қою болып кетпеу керек, орташа қоюлау болу керек. Осы видеодағыдай орташа қоюлау болу керек. Табамызға кішкене май жағып, қамырымызды жайып аламыз. Қамырымыз жайылмаса, саусағыңызбен осылай жайып шығуға болады. Осы қамырда 2 пиццаның қамыры шығады. 2 бөлікке бөліп аласыздар. Кішкене жұқалау бола берсін қамырымыз. Осылай қамырымыздың бетіне кетчуп жағып, оның бетіне қызанағымызды, колбасамызды және осылай үкіштен өткізілген сырымызды қоямыз. Өз қалауларыңыз бойынша әсемдейсіздер. Қызып тұрған пеште 170-180 градуста пісіріп аласыздар. Сіздер де істеп көріңіздер. Өз ойларыңызды комментарийде жаза кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Үлкен рахмет.